Сәлеметсіздер ме, балалар? 6 сыныпқа арналған қазақ тілі пәнінен Қазақстандағы көрікті жерлер лексикография бөлімі бойынша бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы хан тәңірі шыңы. Сабақтың мақсаты әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып қарапайым жоспар құрыңыз. Тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазыңыз. Сіздерге мынандай сұрақтар қойғым келіп отыр. Хан тәңірі шыңы туралы не білесіздер? Хан тәңірі шыңы Қазақстанның қай аумағында орналасқан? Мұқият тыңдаңыздар және құрылымын ескере отырып жай жоспар құрыңыздар. Керекті деректерді түртіп алуларыңызға болады. Тянь-Шань тау жүйесіндегі биік шың хан тәңірі мәрмәрленген әктастан түзілген. Мұз жамылғысын қоса есептегенде теңіз деңгейінен 7010 метр биіктікте орналасқан. Хан тәңірі шығыс халықтарына, әсіресе түркі әлеміне ерте замандардан ақ белгілі болған. Хан тәңірі 3 мемлекеттің, Қырғыз Республикасының, Қытай Халық Республикасының және Қазақстан Республикасының шекараларында тұр. Хан тәңірінің ең жоғарғы нүктесін бағындыру үшін кемінде 14 күн қажет. Шыңның табиғаты да ерекше. Мұнда үшкір қырлы мұздықтар мен қарлы аумақты және түрлі түсті гүлдер мен Тянь-Шань шыршаларынан тұратын қылқан жапырақты ормандарды қатар көруге болады. Бұл ерекшелігі ежелгі Қытай жазбаларында атап өтілді. 1902 жылы неміс географы Готфрид Мерцбахер шыңды 7200 метрде өлшейді. Кейінірек кеңес ғалымдары шыңның нағыз биіктігін анықтады. Бүгінде шың әр альпинистің сүйікті орны мен рекордтар мекеніне айналды. Мысалы, белгілі альпинист Денис Урубка 2000 жылы жылдам шығудан рекорд жасады. Ол шың басына 7 сағат 40 минутта шыққан. Ал 2002 жылы шың басына жалғыз өзі түнеп, тағы да таң қалдырды. Мұнда жалғыз жүру қауіпті екенін ескерсек, жалғыз түнеу нағыз жүрек жұтқан ердің ісі. Балалар, енді сіздерге бірінші тапсырманы ұсынғым келіп отыр. Мәтіндегі шыңды сипаттайтын деректерді ескере отырып, мәтін мазмұнына жоспар құрыңыз. Бірінші тапсырманың бағалау критерийі әртүрлі жанрдағы мәтін жазу үшін қарапайым жоспар құрыңыз. Бірінші дескрипторы мәтіннің мазмұнын түсініңіз. Екінші дескриптор мәтін мазмұнына сүйене отырып жоспар құрыңыз. Балалар, бүгін тілдік бағдар бойынша біздер бөлек жазылатын сөздермен танысамыз. Бөлек жазылатын сөздер: күрделі атаулар бөлек жазылады. Мысалы, Қазақстан Республикасы, тәуелсіз мемлекеттер достастығы. Екінші, күрделі сан есімдер. Сын есімдер мен етістіктер бөлек жазылады. Мысалы, 11, көкала, оқып отыр. Үшінші, негізгі сыңары есім сөздер мен еліктеу сөздерден болған күрделі етістіктер бөлек жазылады. Мысалы, ән салу, жарқ кетті. Төртінші, еш, әр, кей, бір, қай, әлде сөздері тіркескен зат есімдер бөлек жазылады. Мысалы, еш адам, бір жұмыс. Бесінші, тұрақты тіркестер бөлек жазылады. Мысалы, бас тарту, қол ұшын беру. Алтыншы,
екі зат есім қатар айтылып, бір ғана затты, құбылысты, ұғымды атап, алдыңғысы соңғысының тегін, неге, кімге арналғанын, немен жұмыс істейтінін және өзге заттардан ажыратылатын белгілерін білдіреді. Бұндай жағдайда зат есімдер бөлек жазылады. Мысалы, ат қора, ағаш тарақ, ұл бала, тоқпан жілік, бас сүйек. Балалар, сіздердің ойларыңызбен келісемін, және сіздер білетін деректерге қоса мына бір ақпаратты да жеткізе кеткім келіп отыр. Хан Тәңірі шығыс Тянь-Шаньдағы шың, солтүстік жер шарындағы ең биік нүкте. Жергілікті қазақ пен қырғыздар бұл тауды кешке күн батарда қызарып кететін өңіне қарап Қантау, Қанто деп атаған. Хан Тәңірі Тянь-Шаньның ең ірі мұздану орталығы. Мұздықтарының жалпы ауданы 2,5 мың шаршы километр. Шыңға оңтүстік және солтүстік Енілчек мұздықтары арқылы көтерілуге болады екен. Ал Хан Тәңірі шыңының өзі Қазақстанның Алматы облысының солтүстік батыс бөлігінде орналасқан. Қазір сіздердің назарларыңызға Хан Тәңірі шыңы мәтінін оқимын. Балалар, жоспарларыңызды құрып болдыңыздар, өте жақсы. Енді сіздердің мәліметтеріңізбен сәйкестендіре отырып, мына жоспарға да назар аударыңыздар. Бірінші, Хан Тәңірі шыңының орналасу аймағы. Екінші, шың табиғаты. Үшінші, зерттелу тарихы. Енді осы ережелерді басшылыққа ала отырып, екінші тапсырманы орындауға көшейік. Екінші тапсырмада сіздер берілген Хан Тәңірі өлеңінің мәтінінен жақшаға алынған сөздердің жақшасын ашып, бөлек не дефис арқылы жазасыздар. Екінші тапсырманың бағалау критерийі: бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазыңыз. Дескрипторы: жақшаны ашып, сөздерді ережеге сай бөлек не дефис арқылы жазыңыз. Жақсы балалар, енді өздеріңіздің орындаған жұмыстарыңызды тексеріп көріңіздер. Шыңның мен танымаймын аласасын, төбеде аласамен таласасың. Аласамен бірге жазылады, мен қосымшасы. Тянь-Шаньның шақшақтаулы найзасындай, қайсың Хан Тәңірімен жанасасың. Тянь-Шань дефис арқылы жазылады, Хан Тәңірі бөлек жазылады. Күнде оның баурайында дөңгелеген буалдыр бозғыл шәйі перделенген. Шәйі сөзі бөлек жазылады. Бойында Хан Тәңірінің бұғып жатқан алапат аяныш бар жерге деген. Хан Тәңірі бөлек жазылады. Түк тұр ол қырын қарап сай салаға, күн көркі көк мекені Айша қала. Бұндағы тұр сөзі бөлек жазылады, сай салаға сөзі дефис арқылы жазылады. Қалғымай қанша жылды өткерді екен тәкаппар Тянь-Шаньдағы қайсараға. Тянь-Шань сөзі дефис арқылы жазылады. Балалар, бүгінгі тақырып бойынша тапсырмаларды өте жақсы орындап шықтыңыздар. Енді үй тапсырмасына назар аударыңыздар. Орфографиялық сөздіктен бөлек жазылатын 10-15 сөз теріп алып, сөйлем құрастырыңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.